Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 19 қаңтар, сабақтың тақырыбы Анельдің шашы ұзын. Бүгінгі сабақта сіздер адамдарды сипаттауды үйренесіздер. Сабақтың жаңа сөздері, новые слова. Тыңда, қайтала. Шаш, волосы, шаш. Ұзын, длинные, ұзын. Қысқа, короткие, қысқа. Түс, цвет, түс. Қоңыр, коричневый, қоңыр. Сары, желтый, сары. Давайте же, ребята, повторим с вами, как мы правильно будем говорить: мои волосы, мои глаза, твои волосы, твои глаза, ее либо его волосы, ее глаза, его глаза. Менің шашым, менің көзім. Сенің шашың, сенің көзің. Оның шашы, оның көзі. Шашы қоңыр, шашы қоңыр. Коричневые волосы. Так как здесь шашы окончание «ы», значит мы говорим о его либо ее волосах. Ее волосы коричневые, либо его волосы коричневые. Тыңда, қайтала, оқы. Слушай, повтори, прочитай. Бірінші сурет, первая картинка. А. Бұл Анель. Анельдің шашы ұзын. Это Анель. Анелины волосы длинные. Бұл Анна. Оның шашы қысқа. Это Анна. Ее волосы короткие. Екінші сурет, вторая картинка. Бұл менің досым Алибек. Это мой друг Алибек. Оның шашы қоңыр. Его волосы коричневые. Бұл менің досым Саша. Это мой друг Саша. Оның шашы сары. Его волосы желтые. Оқылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқы. Прочти текст. Бұл менің досым. Анель. Анельдің шашы ұзын. Это моя подруга Анель. Анельны волосы длинные. Оның шашы қара. Ее волосы черные. Бұл менің ағам Қанат. Это мой брат Қанат. Оның шашы қысқа. Его волосы короткие. Қанаттың шашы қоңыр. Волосы Қаната коричневые. Менің шашым ұзын. Мои волосы длинные. Сенің шашың ұзын ба? Қысқа ма? Твои волосы длинные или короткие? Ребята, попробуйте ответить на данный вопрос. Мысалы, менікі, менің шашым ұзын. К примеру, мои волосы длинные. Менің шашым ұзын. 13-ші бетте берілген екінші тапсырма, второе задание. Оның шашы қандай? Деген сұраққа жауап бер. Ответьте на вопрос, какие его либо ее волосы. Смотрим на картинку, даем имя, затем описываем, какие волосы и какого они цвета. К примеру, берем предложение в тексте. Үшінші тапсырма, 14-ші бет, 14 страница, 3 задание. Қажетті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз.
сіздерде қажетті сөздер берілген. Вам даны нужные слова: ақ, белый, түсі, цвет, шашын, волосы, менің, мои. Эти слова необходимо ставить в предложение так, чтобы получилось правильное предложение. Шашым uzun, волосы длинные. Правильно, мои волосы длинные. То есть здесь пишем менің шашым uzun. Первое предложение можно пропустить, начинайте писать со второго предложения. 14 бетте сіздерге тақпақ берілген. На 14 странице вам дано стихотворение. Прочтите его. Ақыл орны бас, бастың көркі шаш. Әдемілік талап, күтіп ұста тарап. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.